Петропавлда техникалық реттеу және метрология саласындағы қызметкерлердің біліктілігін арттыру мен кадрларды қайта даярлау тақырыбында өңірлік семинар өткізілді. Авторлық дәрісі мемлекеттік бақылау мен қадағалау және техникалық реттеуде жұмыс тәжірибесі мол Казинс Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының кеңесшісі Марат Распеков оқыды. Халық тұтынатын тауарлардың елімізде көрсетілетін қызметтердің сапасын қадағалау, азаматтардың құқықтары мен заңдық мүдделерін қорғаумен айналысатын техникалық реттеу және метрология комитетінің жергілікті мамандары біліктіліктерін одан әрі арттырды. 2 күнге жалғасқан семинардың бірінші күні 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске қосылған мемлекеттік бақылау жөніндегі заңнамадағы жаңашылдықтар талқыланып, оған сәйкес жергілікті департаменттердің жұмыс сапасын жақсарту жөніндегі ұсыныстар айтылды. Произошли изменения в законодательстве госконтроля. Заңнаманың өзгеруіне байланысты мамандарға құжатты түсіндіреміз. Тексерістерді жасау кезінде қандай мәселеге мән беру қажеттігін айтамыз. Қазір шағым түскен кәсіпорындар мен өнімі адам денсаулығына қауіпті болуы мүмкін өндіріс орындары мемлекеттік бақылауына алынады. Бұл кәсіпорындардың тізімін жасау үшін оларды сараптамадан өткізу шарт. Семинарда біз басқа мемлекеттердің тәжірибесін мысалға келтіру арқылы өзіміздің жұмыс жоспарымызды құрамыз. Марат Распековтың авторлық дәрісі барысында Еуразиялық экономикалық одақтың ережелерінде көрсетілген техникалық реттеу талаптары түсіндіріліп, халықаралық тәжірибе мысалға алынды. Мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы жаңа заңнаманың баптары талқыланды. Елбасымыз үлкен міндет қойған болатын. Мысалы, біздің Қазақстанның мемлекеті осы бәсекелестікке сәйкес келетін 30 мемлекеттік қатарына ену керек. Оны ену үшін бірінші шығаратын өнімдеріміз біздің осы соларға сәйкес келетін болу керек. Және олардан тіпті артық болуға тиіс. Мемлекеттік қадағалау жөніндегі мақсат болғасын, біз сол өнімдердің мысалы тұтынушыларға түсетін, солардың алатын өнімдері қауіпсіздік болу үшін, соны қамтамасыз ету үшін сол жүргізіліп жатқан жұмыстарымыз. Семинар қорытындысы бойынша барлық қатысушыларға сертификаттар табысталды. Әсел Оразбаева, Юрий Исқақов, ақпарат.